Соңғы апталар шабуыл тыйылмаған Алтын Ордада тағы да шу шықты. Заңға түкіргені бар бас бұзарлар бұл жолы ашықтан ашық базардың бас кеңсесін басып алды. Бұл малдың монологы, арнаға жазыл лайк бас, біз бастаймыз. Сақалдылардың бұл осымен үшінші шабуылы. Талдың түбіне ит зәр сындырса қуа жөнелетін менттердің неге екені бұл жағдайда көзі соқыр, құлағы керең. Алтын Орданың атқарушы директоры Ермек Марқабаевтың көлігінен есірткі қару тауып түрмеге жапқандар аш көздікпен ашық тонауға көшкеніне не дерсің? Полиция бөлімшесі аумағында тұрған сол көлікті ашып, ішінен 4,5 миллион теңгені алып, тып-типыл қылған. Арттары ашылғасын, дым болмағандай айып тұрағына апара салған. Ол ма? Марқабаевтың телефонынан $2000 керек деген сыңайда жан-жаққа жазған. Полицей формасын жамылған шакалдардың сұмдығын әшкерелейтін айғақ болса да, әлі күнге жауапқа тартылған ешкім жоқ. Осындай әдейі істелінген нәрсе, осын істеген адамдардың үстінен қылмыстық іс қозғалғанын сұраймыз. Қазіргі заманда жай ұнамаған адамдар қалтасына наркотик салып, жаңағындай осындай подставамен қазіргі кезде өстіп істеліне беретін болса, ертең бизнесте жүрген адамдар қалай өзінің өміріне, өзінің қауіпсіздігіне жаңағы берілмей болады. Басында сақалды жендеттерін жібергендер шу шыққасын артынша шетінен сақалдарын қырықты. Жемге үйір тауықтай Алтын Орданы қанша апта бойы айналшықтап шықпай жүрді. Қорқытып сес көрсетті. Осы күндер аралығында қанша ары жазылса да, құзырлы орган саусағының ұшында қимылдатпағаны осылардың ымжымы бірме деген бөтен ойға жетелейді. Полиция вообще бездействие. Оны мысалға қарапайым халық шақырып отыр. Неге ол халықтың сөзін сөйлемейді? Үндемей, тіндемей тұр соларды қолдап қоштап. Бірер күн бұрын бассыздықтары шарықтау шегіне жетті. Алтын Орданың бас кеңсесін әй-шай жоқ басып алды. 90-шы жылдар қайта оралғаны ма сонда? Бәрі заң аясында шешілуі тиіс дейтін қағиданы ұстанатын биліктің сен тимесең мен тиме бадырақ көздеп қалыс қалуын қалай түсінеміз? Қазір жүрміз ба, артымыздан машина да жүр, артымыздан адам да жүр. Біз оларды қазір танып алдық, сақалдылар, маска киген, очки киген. Көздеріне қара очки. Мына жерден шықтық па, артымыздан машина жүреді. Юристтің айтуы бойынша, біздің жаққа көшіңіздер, бізге жұмыс істеңдер, трудовой соглашениеға бізбен отырыңдар, сіздер істей бересіздер, қаласыздар. Болаттан Алтын Орданы қағаз жүзінде ғана алып деген алып қашпа әңгіме мынадай бей-берекетсіздіктен кейін расталатындай. Саудадан нәпақасын тапқан мұндағы мыңдаған кәсіпкер тыныштықты қалайды. Дөкейлердің жымысқы ойынынан айналып келгенде қарапайым халық зардап шегеді. Халық деген соқыр емес, қазіргі 90-шы жылдың кәдімгідей бір рекеттерствомен алып жатыр. Бандитизм. Қазір деген 21-ші ғасыр жаңа Қазақстан дейді. Сонда деген бұл халыққа жастардың несі дейді. Жастар істеп жатыр, кәркімнің өзінде семьяларын бағып жатыр бұл неде. Мынандай зорлық зомбылыққа біз көнбейміз. 6 ай берілмеген отырардың түбіне іштегі сатқын жеткен. Алтын Орданда құлқынның қамышын сатып, опасыздыққа баруға дайын арланбайтын қанша жансыз жүргенін кім білсін. Президенттің өзі бұл жағдайға араласып, араша түспесе, жағдайдың ушықпаса, тыншыр түрі жоқ. Бұл малдың монологы, арнаға жазыл пікір қалдыр, айтарымыз алда.